мәселелер көп қой негізі. Сайлаудан аман есен өтіп алайық, содан кейін оны айтып. Құрылтай сайлауына депутатқа үміткер болып жатқан өнер жұлдыздары туралы не айтар едіңіз дейді. Достар, мен дәл сол өнер жұлдыздарының қолына асқанамдағы қара қазанымның құлағында ұстатпас едім. Өнер жұлдыздарының орны сахнаның аршеті, спортсмендердің орны спорт зал, имамдардың орны мешіт. Не только қазақ баласының болашағын қолдарына тапсыру, мен оларға асқанамдағы қара қазанымның құлағында тапсыра алмайды екем. Өлмейді олар қазір де өлген жоқ, олар тірі. Әрине қазір де өлген жоқ. Мына жаққа құрбан болып өмірден өтсе, қазақтың тарихында мәңгі қалды. Жақсы аттарымен қалды. Заманбек Нұрқаділов жаңағы. Фатыр сүресінің бірінші аятында Аллах тағала мұсылмандарға айтқан, зұлымдармен күресетін, соғысатын мұсылмандарға осы бірінші аятты түсірген. Инни фатахна лака фатхам мубин. Қазақшасы, шүбәсіз біз саған жеңістердің жеңісі болған апайқын жеңісті нәсіп етемін дейді. Егер сен әділдік үшін күрессең деген. Ойың сенің арам болмау керек. Мына ертең мына зұлымдарды құртып, мен таққа отырып, өзімнің жағдайымды істеймін деген ой болмау керек. Действительно, мына ұлтыма жаным ашиды, жеріме, мына елімізде қазақ байысын, қазақтың қамын соғам деген жігіттер күреске шығатын болса, міндетті түрде жеңісті Аллах тағала береді ондай жігіттерге. Түбі жеңіс болады. Зұлымдар ешқашан жеңе алмаған, жеңбейді да, жеңе алмаған да болмайды да ондай. Зұлымдарға да Құранда былай деген. Зұлымдар дейді, өздерін ешкім жазаламайтынына көздері жеткенше дейді. Ешкім оларға тисе алмайтынына көзі жетіп, Алланы ұмытпайынша, Алла оларға азап жібермейді дейді. Қазір мыналар уже күшіне енді ғой, бізді ешкім басып аламайды, неғыламайды деп отырады. Бір күні тас төбесінен түсіреді, аяқтарын аспаннан келтіреді. Сол кезде олар хақты көздерімен көрген кезде, ол кезде кеш болады да. Мейлі аман. Өзім жүрегімнің қалауы. Не үшін керек өнер адамды саясатқа? Енді өнер адам болсын, спортта болсын, кез келген салада болсын, адамның өз қалауы.